Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біздің каналымызда ерекше сұхбат, ол менің тікелей әжеммен сұхбат болады. Өздеріңіз білетіндей, сіздерге осы YouTube арнасында қалай укол салу керек, укол салудың қандай побочный эффекттері бар, оның барлығын айтып жүрміз. Көп адамдар бар өмірде өздері жамбасқа укол салуды оңай деп ойлайды, және де медик емес, тіпті образованиесі жоқ адамдарға укол салдыртып жатады. Және ол салдырған кезде мен жай ғана өзім білем, сала салам деген сияқты сөздерді де естіп жатамыз. Біз білуіміз керек, ол укол салу жай ғана қарапайым көзге қарапайым нәрсе болып көрінгенмен де оның өте бір жауапкершілігі зор нәрсе екендігін біз мұқият ұға алуымыз керек. Бұл енді менің бүгін әжемді қонаққа шақырып отырмын. Ол кісі кезінде өзінің баласына укол салдырып, жамбасынан абцесс болып, операция жасатқан болатын. Енді мен ол кезде абцесс ұғымын тіпті білмейтін жас баламын. Дегенмен де сол уақиға менің есімде қалып қойған. Енді қалай болды, не болды, жалпы оның барлығын әжемнен сұрап білейік. Әже, қош келдіңіз. Сізде абцесс қашан болды және ол не жағдайдан болды, соның барлығын айтып берсеңіз. Нешінші ертеректе ғой. Келінге салдыратын едім, келін үйде жоқ еді. Бұл жерде келініңіз сіздің оқыған, иә? Келініңіз медицина. Келіні ол медицинаның адамы, ол медсестра, өзі акушер болды, ол жақсы білет салып. Ал ол келініңіз салған кезде абцесс болды ма, әлде? Жоқ, одан кейін келін бір жаққа қыдырып кетіп еді, үйде жоқ еді, содан кейін уколдың арасы үзілмесін деп ножкаға салдырдым ба? Ножка ол немересі тіпті жас қыз, ол примерно 15 жаста болсын дейік, сонда ол жас қызға салдырған. Одан соң ертеңіне ол да не қылды ма, Жұмабекке салғыздым, балаға салдырдым. Жұмабек ол баласы, жаңағы келіннің күйеуі, ол тіпті медицинадан мүлдем хабары жоқ адам, соған салдырған. Оған қалай салдырдың? Не үшін оларға салдырдыңыз? Енді арасы үзіліп қалмасын дедім да, уколдың арасы үзіліп қалмасын алайын деп. Сөйтіп соны салдырып болғаннан кейін 2 күн ба, 3 күннен кейін Ташкентке кетіп баратыр едім. Ташкентке барам дегенше ой жаным шығарды, ісіп кетіп деген. Ол не үшін ісіп кетті? Ол дұрыс салған жоқ па, әлде қалай болды? Дұрыс салмаған шығар, дұрыс салынбаған шығар. Қандай укол алғаныңыз есіңізде жоқ па? Ампицилин ба, білмеймін, қандай ситрамин, қандай укол. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай, мүлде медициналық образованиясы жоқ. Көріп тұрсыздар, жамбасқа көп адам укол салуды оңай дейді, кез келген адамға салдыра салу мүмкін. Бұл өте үлкен қателік. Біз білеміз, көптеген адамдар қазір жасап жатады. Укол салдырды, білесіздер, қазір бағасы 500 теңге, 400 теңге тұрады, тіпті жамбасқа салдырды өзі де. Бірақ онда қаншалықты ойласаңыздар, 500 теңгеңізді сіз қимайсыз біреуге укол салдырдуға. Но получается, басқа адамға салдыртқан кезде ол операцияңыз қаншаға түсуі мүмкін деген сұрақ тағы ортада қалып кетеді. Одан соң сізде абцесс болды, жамбасыңыз отырғызбай қалды, қызарып кетті, солай ма? Одан кейін не істедіңіз? Операция істедім. Операция жасаттыңыз. Одан кейін барлығы нормальный болды ма? Ташкентке барып, Ташкентте операция істедім. Операцияңыз қаншаға шықты? Білмеймін, қаншаға шыққан. Бердік па, бермедік па? Бардық, операция істеді, сонымен үйге қайтып келдік қой. Одан жақсы болды, иә? 3 күн перевязкаға қатынадым. Қазір ізі қалып кетті ма, орны? Бар, тыртық білмеймін, жоқ па, не ғаны. Рахмет. Көріп тұрғандарыңыздай, сіз қанша жерден де олай біреуге салдыртқаннан көрі қиналатын болсаңыз, оның операцияңызды анау Ташкентке барып, немесе басқа қалаға барып жасатып қиналғаннан көрі, мен ойлаймын, ең бастысы дұрыс оқыған адамға салдырту керек. Қазірде өздеріңіз айтатын шығарсыздар, енді оқыған адамның өзі де кедергі абсцесске алып келуі мүмкін, немесе осложнениеге алып келуі мүмкін деген сынды әңгімелерді айтуыңыз мүмкін. Дегенмен де оқыған адамның орны, оқыған себебі ол білет, қайда салу керек, қалай салу керек, оның осложнениесі қалай болу керек екен. Сондықтан да менің бұл жерде берер кеңесім ең басы медициналық адамға салдырту. Әже, енді менің оқырмандарыма бір кеңесіңізді берсеңіз осы орайда. Сіз содан кейін басқа медицинада оқымаған адамға салдырттыңыз ба уколды? Салдырдым.